Так, Нүкіске келдік, отырдық енді Қожеліде. Обязательно кіріп шығу керек деп Қожеліге бір соғып қайтақ деп Нүкістің қасындағы 15 километр жер. 2,5 жылда Қарақалпақта қатты өзгерген. Реально, көшелері, әдемілігі, бұйырса Ғафур Ажағаның парктағы жұмыстарында барамыз. Бірақ қазір бірінші Қожеліге бір кіріп шығып, сәлемдеп қайтайық. Вот осындай. В общем, дальше жалғасып жатыр. Батыр, Қожелі. В общем, жүре берсең көре бересің ғой. Білмеймін, айва деген естігем, бірақ көрмегем ше. Енді көптеріңіз білесіздер, білмейсіздер, білмеймін. Мынау қазір ағашта өсіп тұр, көрсем қалай өсіп тұрған. Дәмі негізінде жеуге қатты келе бермейді дейді. Палауға, походу, ненің орнына қосады ғой деймін. Аппетайзер дейді ғой, дәмдеуіштердің орнына. Сәбіз сияқты, басқа сияқты, бірақ көрейік жеп. И вареньеге жасайды екен. Тема сияқты. Короче, достар. Назатты не екен білесіздер ма? Кім біледі ал? Білген адамға, бірінші жазған адамға Йолода кофе ішеміз бірге. Что там? Не деп ойлайсың? Кім бұл? Не бұл? Қалай жейді бұны? Так, достар, сол уақыт жоқ. Бір тамақ ішіп кейін екінші тамаққа обязательно бару керек деген дүние бар. Гөш, еттің үстіне голубцы. Осындай ғой. Жұман мына жақта аппаратурасын дайындап жатыр. Біз пока мына жерде баса береміз. Ас болсын тағы да. Содан кейін 95-ші регионның шайы емес, осындай почти 5-6 сағат қайнаған сорпамен басы көріп көп тұр ғой. Естеріңізде болсын, қонақта ешқандай диета, мета деген сатылмайды жігіттер. Береді, жейсін. Міне Джума біз екінші рет келіп жатыр, есінде. Алдында Ғафур ағалар кигізді, енді Құдірет ағалар кигізіп жатыр. Апа, көп-көп рахмет тағы да сізге. Негізінде бұл өте маңызды құндылық ше, бұны вообще біз ұмытпауымыз керек деп ойлаймын. былай қояйын да. Осыдан кейін қалай Қарақалпақстанға келмейсің? Келе бергің келеді, келе бергің ғой. В общем, солай.